Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте керемет дәмі тіл үйіретін ерекше рецептпен бөлісейін деп жатырмын. Дәл қазіргі тілмен айтқанда хит болып жатқан рецепт қой, міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар, өте керемет. Құрамына керекті заттар сыр, бізде чеснок, яғни сарымсақ қажет болады, оливковое масло және батон наны қажет болады. Ең алдымен осылай фольгамызды аламыз да чесноктарымызды ішіне салып шығатын боламыз. Чесноктарымыз неғұрлым көп болған сайын біздің нанымыз да өте дәмді болып шығады. Осылай фольганың ішіне барлығын орналастырып шығамыз. Оның үстінен осылай оливковое масломызды барлық жеріне тигізетіндей етіп құйып шығатын боламыз. Содан соң осылай фольгамен жақсылап тұрып чесноктарымызды орайтын боламыз. Жақсылап орауымыз қажет, ауа кірмейтіндей болуы қажет. Сосын сол кезде біздің чесноктарымыз жақсы піседі. Осылай видеодағыдай етіп жақсылап бекітіп орайсыздар. Осылай печкаға пісіріп алатын боламыз. Оның аралығында мен осылай сырды теркадан өткізіп алдым. Сосын осындай мен дүкеннен батоннан сатып алған болатынмын. Кез келген нанды қолдансаңыздар да болады, бірақ осындай батоннанмен керемет болады. Міне біздің 180 градуста 25 минутта піскен сарымсағымыз осылай болып шықты. Ыдысымызға қазір салып алатын боламыз. Осылай езбемен аламызды, барлық сарымсағымызды жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Жақсы езілуі өте міндетті. Міне менде осылай болып езіліп шықты. Енді осылай жаңағы езілген сарымсағымызды батон нанның бетіне жағып шығатын боламыз. Мен барлығына біркелкі етіп осылай жағып шықтым және печкамызға пісіріп алатын боламыз. Қанша минут десеңіздер, 25 минутта піседі негізі. Міне осылай болып шықты. Жаңағы теркадан өткізілген сырымызды барлығына біркелкі етіп қойып шығатын боласыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Міне мен барлығына көптеу етіп салдым молынан, және әсемдік ретінде осындай азғантай етіп укроп салған болатынмын. Сол кезде түрі де дәмі де өте керемет болып шығады. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Мен барлығына салып шыққан болатынмын. Енді бұны қазір біз азғантай ғана 5 минутқа духовкаға салып алатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай бізде дайын болды. Сырымыз да еріп шықты. Қазір тарелкамызға салып аламыз. Міне осылай болып шықты. Дәл пицца секілді болып тұр. Қытырлақ, нанымыз қытырлақ, хрустящий болып тұр. Міне достар, міндетті түрде жасап көріңіздерші. Прям аппетитный болып тұр ғой. Қазір арасын көрсетем. Міне өте керемет болып шықты. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің каналда дәл осындай үйдегі бар заттар, қолжетімді заттармен түрлі рецепттерді жасап үйрететін боламыз.